Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Жаңа жыл құтты болсын баршаңызға. Мына бүгінгі пісіретін тағамымыз чечевица сорпасы, яғни жасымық сорпасы. Оған кететін құрамына жасымықтан 350-300 граммнан екеуін алдық, 700 грамм тұз, бұрыш, бір сарымсақ, қызыл бұрыш керек болады, қара бұрыш керек болады, 3 шуай, 2 сәбіз, 3 картош керек болады. И 400-500 грамм, яғни жарты келі тауық етінің майдалап туранғаны керек болады, қайнатып алынған болу керек обязательно. Осыларды жасау барысында көрсетеміз, ары қарай күтіңіздер. Майда жуған майдалап турап аламыз, барлығын 3 шуамызды қызып тұрған майға, өте көп емес, аз майға қуыратын боламыз. Достар, мінекей жуасын салып қуырамыз. Майдалап тураған боламыз. Майда азғантай дейдік. Жаңа қуырыстырып, қызарған кезде сабыз қуыратын боламыз. Одан кейін картошканы кететін боламыз. Мінекей сабызын салып қуырып жатырмыз, жайлап. Майдалап картошканы тураймыз. Осылай салып қуырамыз. Мінекей картошкасын да салып қуырып жатырмыз. Салып алып қып-қызыл болып тұр. Енді үстіне сарымсақты күштен өткізіп салатын боламыз. Сосын жасымықты салып үстіне құятын боламыз. Күштен өткізген шешімімізді салып ары қарай қуыратын боламыз. Осы кішкене қуырған ай 1-2 минуттан кейін мінекей суымызды құйып алдық. Үстіне ас қасықпен 1 қасық тұзын саламыз. Осыда бір 20-30 минут қайнатып аламыз. Сосын ары қарай көрсететін боламыз тағы да. Достар, осы жасымықтың осындай сары көпірлі шығады. Оны ештеңе қылмайды. Қайнап пісіп болғасын басылады. Мінекей қайнатылған тауық етін 400 грамм, 500 граммдай майдалап турап, бұны салып қайнатып пісіреміз. Алдын ала бірақ балбыратып қайнатып пісіріп алғанбыз. Мынаумен тағы да езіліп пісіреді. Барлығы піскесін қазір көрсететін боламыз тағы да. Шай қасықпен мінекей жарты қасық қара бұрышымызды салып алдық. Яғни 20 минут қайнап пісті. Енді қызыл бұрыштан да саламыз. Өздеріңіз татымына қарай қоса бересіздер. Сосын 1 қасық, 2 қасыққа томат қосасыздар. Сөйтіп блендердің көмегімен бұны езу керек. Блендердің көмегімен езіп, ары қарай тағы да 5 минут, 10 минут қайнатып алатын боламыз. 1 қасық, енді жарты қасық салсақ болады. Осыны блендердің көмегімен езіп алатын боламыз барлығын. Блендердің көмегімен барлығын қоюланады сөзді. Сосын қайтадан 10 минут қайнатып аламыз. Достар, қараңыздар, кереметтей болып блендермен езіп алдық. Сорпа деген қойып, тек жұмсақ нанмен жей берсеңіздер болады. Біз енді 10 минут тағы да қайнатып алайық деп шештік. Қойылғанды тағы да. Сонымен дастархан басына апарып дәм көретін боламыз. Достар, біздің арнаға лайк басып, комментарий жазып тіркеліп қойыңыздар, қоңырау шарына басып. Видео ұнаған болса. Достар, неге кереметтей сорпамыз дайын болды. Өте әдемі. Лимон мен шырынды сығып ішсеңіздер де өте керемет дәм береді. Өте керемет дәмі. Ерекше. Достар, келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жаңа жыл жақсы өтсін. Бәріңізге аман есендік, бақыт береке тілеймін. Әр шаңыраққа
Mol bakta kelsin. Dinlerin sağ olsun. Sağ olunuz.